Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін өте дәмді алмадан осындай венский вафлиді жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Описание бөліміне барлық құрамдарын жазып қалдырамын. Алдымен бізге бір жұмыртқа керек. Оған қантты салып, миксер немесе венчиктің көмегімен бізді массамыз 2 есеге ұлғайғанша жақсылатып барлығын осылай араластырамыз. Барлығын шайқап алғаннан кейін бізде осындай әппақ масса пайда болады. Енді келесі кезекте бөлме температурасындағы тұрған айранды қосамыз. Кез келген пайыздағы айранды пайдалануға болады. Одан кейін електен ұнды алдын ала өткізіп алып, венчиктің көмегімен түйіршіктер кеткенше барлығын араластырамыз. Дәміне қарай корицаны қоссаңыздар болады, және де қопсытқыштан саламыз. Қызар, корица егерде ұнамайтын болса, қоспасаңыз да болады, ол өз еркіңізде. Бірақ та маған алмалы венский вафлиға сәл корица қосқанды мен ұнатамын. Сіздерге де сәл қосуға кеңес беремін. Одан кейін бір алманы үкіштен өткізіп аламыз. Дәміне қарай сұйық майды қосамыз. Кейбіреулеріне қызар сұйық май ұнамайды. Сұйық майдың орнына сары майды ерітіп те қоссаңыздар болады. Венский вафли пісіретін вафельницаны бірінші майлап аламыз. Одан кейін қызып болғаннан кейін осылай 1,5 ас қасықтан салып шығамыз. Егер де вафли үлкен болғанын қаласаңыз, 1,5 ас қасықтан қоссаңыздар болады. Мінекей вафлиларымыз дайын болды. Осындай үлкен көлемде өте әдемі болып шығады. Бұндай венский вафлиді қыздар мен балмұздақпен ұсынғанды өте қатты жақсы көремін. Дәмі де ерекше болады. Шоколадты да ерітіп құйсаңыздар болады. Сонымен қатар менің YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Сонымен қатар достар, менің каналымда қандай тағамдардың рецебін көргіңіз келеді. Комментарийға жазып қалдырсаңыз, келесіде бұйыртса сол тағамның жасалу жолын түсіретін боламын. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.